Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика. Біз бүгін орыстардың Қазақстанға көші жайлы, бұл көштің экономикалық әсері, астары, Қазақстан экономикасына және Ресей Федерациясының экономикасына ықпалы жайлы айтамыз. Экономикалық әсері жайлы толыққанды, шынайы, бүкпесіз, бұрмалаусыз. Ресеймен миграциялық, яғни көші-қон байланысымыз тәуелсіздік алған жылдан басталған еді. 30 жыл, тұп-тура 30 жыл біз Ресейге адам доноры болып келдік. Қазақстаннан миллиондаған орыс ұлтының азаматтары Ресейге көшті. Елім деп емешегі езіліп бара жатқандықтан емес ау, көпшілігі экономикалық мүдде үшін жақсы өмірді, жайлы мекенді іздеді. Біздің де оларға құштарлығымыз шамалы десек те, экономикамызға кері әсер етті. Бұл көш Қазақстанды әлсіретті, әсіресе кадр, еңбек күші, сапалы маман саласында. Тіпті 11 жыл Қазақстанда оқыған орыс балалары мектепті бітіре сала Ресейге ағылды. Сол жақтан жарқын болашақ іздеді. Әрине, оны оқытуға ел бюджетінен кеткен қаражат еш өтеуі жоқ болып қалары анық еді. Олар Қазақстандағы мүлкін сатып Ресейге көшуі экономикамызға кері әсер етіп жатты. Қаржының солтүстікке ағыны кәдімгідей сезіліп тұрды. Ал бізге көбіне қарттар, қалжыраған қариялар қалып жатты. Экономикалық әлсіз топ. Ел бюджеті Кеңес одағында еңбек еткен мыңдаған орыстың жалғыз жарым қалған шал кемпірін бағумен келеді. Ресей бұдан зор пайда тапты. Қазақстан азаматтарын кенедей сорды. Ең сорақысы бұл нағыз экономикалық өсімге әсер ете алатын топ еді. Тәуелсіздіктің 31 жылы, 24 ақпан. Ресей әскері Украина жеріне басып кірді. Бұл оқиға Ресей азаматтарының алға қойған жоспарларының, армандарының тасталқанын шығарды. Тағда экономикалық мүдде. Ресей азаматтары Қазақстанға қарай көші басталды. 31 жылда бірінші рет Қазақстан мен Ресей көші-қон қатынасында кері ағыс байқалды. Бұл топ, яғни көшіп келушілер, Еуропа санкциясынан қашқан кәсіпкерлер, IT саласы мамандары немесе жай ғана қалталы азаматтар еді. Бұл Қазақстанда жылдам сезілді. Наурыз-сәуір айларында келген азаматтар шынында қалталы азаматтар екенін бәрі мойындады. Тіпті осы айларда Астана мен Алматының қымбат ресторандары, аса брендті қымбат сауда орталықтарындағы дүкендер, орыстың бай бағландары келгеніне, олардың есепсіз ақша жаратуында тәбеттеріне таңқалысып, кейде осы таңқалыстарын жасырмай әлеуметтік желіге жариялап жатты. Бұл Қазақстан экономикасы үшін әрине жақсы еді. Мұны бәрі жақсы түсінді, әсіресе экономистер. Бөркін аспанға атпаса да, іштей қуаныш кернеп жүрді. Бұл келгендер, яғни кәсіпкерлер тобы еді. Әрине, олар Қазақстан қалаларында кәсіп ашуға асықты. Елге салық төледі, Қазақстанда банктерге ауысты. Түптің түбінде осы елдің наны мен суын Ресейден келген ақшаға сатып алып жеп жатты. Алайда бұл көш тек үлкен дауылдың алдындағы толқын еді. 7 айдан соң Ресей президенті Путин елінде мобилизация жариялаған 21 қыркүйектен соң елімізге орыстар көшінің екінші толқыны келді. Олардың саны әлдеқайда көп. Алайда олардың әл-ауқаты бұрынғыда келгендердей емес. Олармен бірге компаниялары да ағылып келген жоқ. Бұлар нағыз еңбек адамдары, әсіресе жоғарғы білімділер еді. Цифр көп нәрсені шешеді. Олардың саны Қазақстандағы біршама салаға әсер етті. Енді біршамасына алда әсері болатыны анық еді. Ел тұрғындары оларды екі түрлі қабылдады. Бірі ашық қарсы болса, енді бірі оң көзқарас білдірді. Кейбірі тіпті жәрдем жасап жатты. Бұған не дерсіз? Сәл кейінірек айтайық. Ал қазір өте қызық ақпаратпен бөлісейін. Путиннен қашқан орыстарға қалқан болған Қазақстан жайлы әлемдік бұқаралық ақпарат жарыса жазды. Біз бұрын елімізді таныту үшін миллиондаған ақша шашатынбыз. Ал бұл жолы олар өз еркімен Қазақстанды сөз етті. Жақсы жағынан әрине. Washington Post 80 миллион оқырманға, CNN арнасы 180 миллион көрерменге, BBC арнасы 200 миллион көрерменге, Wall Street Journal 70 миллион көрерменге репортаж жасапты. Бұдан бөлек Bloomberg агенттігі, Reuters агенттігі, Euronews Қазақстанды оң жағынан көрсете отырып, әрқайсысы 30 миллионнан астам көрерменге еліміз жайлы паш етіпті.
Солайша Қазақстан бір аптада 790 миллион адамға жақсы жағынан айтылған екен. Егер бұл посттар ақылы түрде жасалса, 1,5 миллион доллар ақша жұмсалған болар еді. Әрі бұл ақпараттың алыптары тапсырыспен ешқашан мақала жазбайтынын ескерсек, жарайсың қазақ елі демеске болмас. Бұл YouTube'дағы Варламов, телеканал Дождь, Пивоваров, Новая газета сияқты жүздеген оқырманды бар арналарды есепке алмағанда, олардың көрермендері 26 миллион болар еді. Солайша бір аптада 2 миллион доллардың жарнамасын жасап тастаппыз. Не деуші еді? Пиар деуші ме еді? Иә, пиарнан болмайды. Ал енді нақты экономикалық әсері жайлы. Әуелі Ресей экономикасына. Онсыз да сансыз санкциялардан тұралап жатқан Ресей Федерациясының экономикалық ахуалы үшін бұл көш жығылған үстіне жұдырық болып тиіп жатыр. Ең бастысы жоғарғы білімді, сапалы мамандарынан айырылуда, әсіресе IT саласы және медицина мамандарының жетіспеушілігі сезіледі. Дәл бүгінгі ұрыс даласына дәрігерлер Ресей үшін ауадай қажет болып тұрған шақта. Екіншіден, олар Ресейде бұрын жиналған қаржылық қорын шетелге тасуы да Ресей үкіметі үшін жақсы жаңалық емес. Әрі олар өз елінде қалған болса, экономикалық өсім алып бермесе де, елдің экономикалық құлдырауына жол бермеген болар еді. Еңбек етер еді, табыс табуға әрекет жасар еді. Алайда факт. Олар пропагандаға әбден батқан отандарын тастап Қазақстанға келді. Енді олар біздің еліміздің экономикасына қалай әсер етеді? Соны айталық. Экономикалық тұрғыда әсері оң. Тіпті қазірдің өзінде олар елімізде күніне 1,5 миллиард теңге жаратады. Барлық салада. Бұл еліміздегі сауда саласына, шағын және орта бизнеске оң әсерін береді. Олар кімдер? Қай топқа кіргіземіз? Босқындар ма? Еңбек мигранттары ма? Әлде туристер ме деген сұрақты талқылап көрелік. Бірінші нұсқа – босқындар. Жоқ, олар бұл топқа кірмейді. Олар босқындар емес. Оларды киіндіруге, тамақтандыруға ел бюджетінен бір тиын қаржы бөлінбеген жоқ. Керісінше олар ел бюджетін түрлі алымдар мен салықтар арқылы толтыруда. Алда босқындар туралы, олар кімдер? Босқын статусы қандай артықшылық, мүмкіншілік беретіні жайлы айтамыз. Келесі шығарылымдардың бірінде көретін боласыз. Екінші нұсқа – мигранттар. Немесе халық алдында гастерлер, немесе гастарбайтерлер. Бұл нұсқамен де келісу қиын, себебі бұл келушілер дәл орталық Азиядан келген еңбек мигранттарында емес, табыс табуды көздемейді. Тіпті осында табыс тапқан күннің өзінде өзбек немесе қырғыз мигранттарындай тапқан қаржысын еліне аударуға асықпайды, тапқан таянғанын осында жаратады. Қазір елімізде 6600 Ресей азаматы еңбек етеді. Негізінен көлік жөндеу, мототехника саласында, сауда, өңдеу өнеркәсібі, ғылым саласында. Ал енді оған мобилизациядан қашқан дәрігерлерді қосып, медицина саласында айта кетсек болады. Тіпті Ресейден келген барлық дәрігерлер Қазақстанда жұмыс істеп кетсе де, еліміздегі медицина мамандарына деген тапшылықты өтеп бере алмас еді. Сондықтан орыстар келіп нанымызды тартып алады деп ойлау қате. Үшінші нұсқа – туристер. Я, оларды осы топқа жатқызуға болады. Ойлаңызшы, олардың туристерден не айырмасы бар? Шетелдің азаматы өз ақшасымен Қазақстанға заңды түрде кірсе, қаржысын жаратса, әрине туристерден еш айырмасы жоқ. Әсіресе бұлардың көбі Қазақстанды транзит елі ретінде пайдаланады. Ары қарай орталық шығыс Азия елдеріне, Дубайға, Біріккен Араб Әмірліктеріне және Түркияға аттанып жатыр. Олай болса, бұл лимондардан неге лимонад сығып алмасқа? Орыстар келіп елде пәтер жалдау ақысы өсіп кетті. Бұл әсіресе студент қауымға ауыр соққы болып тиді. Қателік өзімізден, нақтырақ өзіміздің биліктен. Біз ең үлкен мегаполистер мен ел астанасының ортасына, хақ төріне ең үлкен университеттер салдық. Әлемнің озық дамыған елдерінде университеттер ел астанасында, мегаполистерде емес, халық саны 100-200 мың болатын шағын қалаларда орналасқан. Бұл саладағы олардың ұстанымы мынадай: мегаполиске студенттердің керегі жоқ, ал студенттерге мегаполис қажет емес. Я, керемет емес пе? Бір ғана мысал, біз Алматының төріне Қазақстандағы ең үлкен
ең үздік педагогикалық университет салып қойдық. 16 мыңнан астам студенті бар, оның 12 мыңы шет аумақтардан келген. Жатақханасына 2 мың студент сияды, сонда 10 мың студент пәтер жалдауға мәжбүр. Ол жерде олар пәтер жалдай алмайды, тіпті жатақхана салудың өзі қиын, себебі жері алтыннан қымбат. Ал жатақханасы 1958 жылы салынған. Студенттер қаланың шетінде времякаларда тұрып, Қазақстандағы номері 1-ші педагогикалық университетке күнде көлік кептелісін тудыра отырып келіп кетеді. Әлемдік деңгейде мұндай студенттер ағыны басқа мегаполистерде өте аз. Еліміздің қалаларын талдай отырып, мұндай алып университеттер Теміртау, Көкшетау, Талдықорған, Екібастұз, Рудный, Жаңаөзен қалаларында болуы керек деп есептейміз. Себебі бұл қалаларда халық саны 100 мыңнан асады, 200 мыңға жетпейді. Нағыз студентке қолайлы қалалар. Елімізде осындай ақмақтыққа жол беремізде, шетелден келген туристерге ренжейміз. Бұл тек экономикалық мүддені көздесек, ал саяси астары бұдан әлде қайда терең. Орыстар ағыны қазақ тілінің дамуына тұсау болуы да мүмкін. 10 қазақ отырған жерге бір орыс келсе, орысшалап кетеміз. Кімге өкпелейміз? Орыстың орысша сөйлегеніне несіне ренжейміз? Өзімізге бекем болайық, жат жадынан түңілсін. Ресейдің империалистік рухын сындыру қажет болып тұрған шақта қазақша сөйлеңіз, экономикалық сауатты болыңыз. Қарапайым экономика арнасына тіркеліңіз, лайк басыңыз, таныстарыңызбен бөлісіңіз. Біз сіздің қолдауларыңыз арқылы өсеміз. Өз ойыңызды ашық білдіру үшін комментарий бөліміне өтіп, пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Арнамыздағы басқа да қызықты экономикалық маңызды видеоларды көріңіз. Аман, сау болыңыз.